Бүгін мен ментиметрмен жұмыс жасауды үйретемін. Бүгін біз ментиметрмен былай жұмыс жасайтын боламыз. Мысалы, мына жерге жазамыз өзіміздің, яғни қалаған сұрағымызды. Мысалы, әлемдегі ең ірі материк деп жазайық. Әлемдегі ең ірі материк. Бұл жерде, яғни біз жауаптарын білуіміз керекпіз. Мына жерге оңтүстік Америка дейік. Оңтүстік Америка, мына жерге біз фото қоямыз. Бұл жерге, мына жерде суреттің таңбасы бар. Бұл жерде жанында дұрыстығын білмей қалуы мүмкін. Сондықтан жанына осылай фото қойып қоямыз. Және фото қойған жерге біз дұрыс жауабын жазамыз. Яғни әлемдегі ең ірі материк Еуразия. Үшіншісі мына жерден алып тастауымызға да болады, яғни жазуымызға да болады. Бұл жерге Африка десек те болады. Яғни бұл жерде Еуразия. Екіншісіне жазайық. Екіншісіне сұрақ бар. Әлемдегі ең биік тау. Әлемдегі ең биік тау. Біріншісіне мен фото қойдым. Бұл жерге мен енді дұрыс жауабын жазамын. Гималай. Екіншісіне Қаратау. Біз бұл жерге мысалы ең биік тауларды жазсақ, орташа тауды жазсақ болады, кіші тауды жазсақ болады. Главный жауабын өзіміз білсек болды. Осы программамен кішкентай оқушыларға сабақ үйретуге болады. Яғни үшіншісіне Алтай тауларын жазайық. Бұл жерде Гималай. Үшіншісіне біз ана жерде белгіленген, бұл жерге былай істесек те болады. Жанына сразу былай дұрыс жауабын белгілесек, мына жерде осындай птичка ұрып тұрады. Бұл жерге жазайық. Ұйқы тудыратын шыбын дейік. Яғни ұйқы тудыратын шыбын, бізде ТТ деген шыбын бар. Бұл ұйқы тудыратын шыбын. Және мына жерге бөгелекті алайық. Ал мұнда сонаны алайық. Сонаны алдық. Бұл жерде птичка ұрған жерге ТТ шыбында, бұл дұрыс. Және мен мына жерге айта кетейін, бұл жерге сурет қою үшін осы сурет батырмасын басамыз. Және мына жерде гиф бар, мына жерде сурет бар. Осы жерге ағылшынша, мысалы шыбын дегенді ағылшынша жазып алсақ болады. Сол кезде бірден шығады. Төртінші, мен сіздерге сұрақ қояйын, қызықты болсын. Бір бұға 5 литр сүт берсе, 5 бұға қанша литр сүт береді? Дұрыс жауабын комментарий арқылы жауап берсеңіздер. Мен 5-ке дейін санайын, сіздер жауап беріңіздер. 1, 2, 3, 4, 5. А варианты бұға сүт бермейді. В варианты 10 литр сүт береді. С варианты ойланып көреді. Бұл жерде дұрыс вариант бұға сүт бермейді. Себебі бұға аталық. Мына жерде тауық өзін құспын деп айта алады ма? Дұрыс жауабын белгілей кетсеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Ол сөйлей алмайды. Құс екенін жасырып қалғысы келеді.
қос екенін айтады. Бұл жерде дұрыс жауабы ол сөйлей алмайды. Дұрыс. Яғни біз бұл жерге бес үшеуін үйрету арқылы и және екеуін қызықты болсын деп өттім. Осылай істеп көрсеңіздер болады, өздеріңіздің шәкірттеріңізге осылай жасап үйретсеңіздер өте жақсы болады. Яғни бұған кіру үшін Google-ға кіріп menti.com деп іздесеңіздер шығады.